Ассаламу алейкум достар. Бүгін менің әйелімнің Pinduodo'дан алған заказдарына распаковка болады. Ал енді қайсына? Бір кішкентайсынан бастайық па осыны? Мынау ғой вроде ең кішкентайсы. Бұл енді не екенін көрейік қазір. Так. Бұл күшкай сонда? Жоқ. Ине қадайтын нәрсе екен ғой, иә? Ине қадайтын. Оның бағасы 804 теңге. 804 теңгеге екеуі шықты, не? Ине қадап көрейік. Ине алып. Осы. Қадап көрейік. Тағы да ине. Ине қадап күшті екен. Әйелімде тігінші болғаннан оған күшті екен. Ұнайды ғой саған, ұнап тұр. Так, енді келесі. Кене үлкендірегінен кетті екен. Абайла деп айтып тұр мына жерде, ашқан кезде, өйткені қиған кезде мына жерде орамалды қиып жерме деп отыр. Орамал бұл 359 теңгеге шыққан. Біз жақта енді примерно 3000 теңгедей болады. Мана айтпашы шын түк жоқ, жоқ, түк жоқ. Міне орамал. Ашып көрейік. Жақсы екен мата. Бұл не? Шифон орамалы. Матасы күшті екен. 300 ғана теңге, 360 теңге, примерно сонша. Жақсы екен. Енді келесіне көшейік. Так, бұл келесі. Бұл қазу көрейік. Оңай ашылды. Бұл фен ұстап тұратын осындай нәрсе. Так, пластик кәдімгі. Ол примерно бізге шықты 580 теңге. Мен алдын ала жазып қойдым мына жерде. 580 теңге. Так, оның ішінде бір нәрсе бар ма? Қарайық. Міне ішінде бір нәрсе бар екен ғой. Мынау өткенде жабыса, мынау кішкене бұзылып қапты. Пластигі бұзылып қапты. Енді мынау қалай жабыстырамын? Мынау осылай жабыстыратын нәрсесі ғой. Енді бір нәрсе қылып жабыстырса бола ма? Көрейік енді. Болады шығар енді. Көремін енді. Жүк көремін енді. Так, мынадар ішінде одан басқа түк жоқ. Келесіне көшіп, тағы да үлкендігіне. Бұл қазір шын айтсам білмейді екен. Әйтеуір мен білем, бұл 1516 теңгеге шыққан. Білем. Бұл не? Бұл қазір көресіз. Бұл осындай кішкентай. Бұл кішкентай осындай сумочка. Қандай екен көрінбей тұр сізге? Қазір ашып көрейік. 1500 ғана теңгеден. Бірақ бізде ойбай, қымбатқа кетеді ғой мынандай. Әдемі екен. Сондай жинақы, сәнді екен. Әйтеуір мен әйеліме ұнап отыр кадрдың арт жағынан. Өте нәзік екен. Осыны алған кезде әйелім қайсыны алатынын білмей тұрған. Мен өзім осыны таңдап бергем. Қателеспеппін. Әйеліме қатты ұнап отыр. Жарайды, келесіне көшейік. Так, мына жерде бұл холодильникте мен жұмыртқаларды арнайы осындай осы видеода сақта салып қоятын нәрсе. Опа, күшті ашылды ғой. Так, мынау енді сынып қалмаса, енді жаңа басқалар сынып жүрді ғой. Вроде сынбаған сияқты, бірақ что-то мына жер что-то маған ұнамай тұр, бір қызық қылып тұр. Бір симметриясы сақталмаған ба, бір нәрсе қызық қылып тұр мына жер. Жай, бірақ енді өзінің функциясын нормально орындаса болды ғой. Бағасы бұның мен алдына жазып қойғам, 791 теңгеден шықты. Бұлай нормально өз бағасына. Бірақ міне пластиктің ұшы осылай көп жерінен шығып кеткен. Жайты өз бағасына нормально, пойдет. Так, енді ішінде одан басқа міне түк жоқ. Так, енді соңғысы. Бұл бізде осылай ашылатын шелек. Қазір көресіз.
оңай ашылды ғой. Опа. Нәрсе бар ма? Түк жоқ. Так, енді ашып көрейік. Что за шелек десеңіз, қазір көрейік. Мынау дөңгелектері, е? Дөңгелектер ме? Бұл осылай оп деп осылай. Өткен бір видеоларда мен де швабраны алып едім ғой. Сол швабраға арнайы осындай. Так, мынау енді шығып кетті несі. Оп, осындай бір шелек. Мынанікінен шығып кетті. Болды. Тұрды. Осылай жинақы қолданып, сосын осылай бас жеріп, шығып кете береді ғой. Ну-ка, бас жерейік. Не, тұрды, енді. Күшті тұрды енді. Бұлай жинақы бір жерге қуыстарға салып берсе болады, осылай. Сосын қолданған кезде осылай бас жересін, осылай. Не? Күшті екен? Мен еще дөңгелектер бар екен ғой. Дөңгелектері қой, вроде бы, да? Так, дөңгелектерін... Мұнда қойды екен ғой дөңгелектері. Ойбай. Так. Не, бір кетті біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу. Не. Кетті. Опа, осылай. Так, өткен видеода швабра өз қызметін нормально атқарып отыр. Типа осылай аштым, сығып алдым, кірістік, осылай істедім. Бірақ мынау салған кезде қайран кейін абайлау керек кішкене. Күшті екен. Бүгін алған заказдар вес үшін мен төледім примерно 3500 теңгедей. Ассаламу алейкум.